Назарбаев зияткерлік мектептері Қазақстандағы ең ірі танымал мамандандырылған мектептер желісі. Зияткерлік мектептердің басты міндеті ұлттық зияткерлік әлеуетін арттыру. 2009 жылы алғашқы 4 зияткерлік мектеп ашылды. Бүгінгі таңда еліміз бойынша 21 зияткерлік мектеп білім беру саласында қызмет етіп келеді. Зияткерлік мектептердегі оқу бағдарламасы Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп әзірленді. Бағдарлама жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді терең меңгеруге бағытталған. Бағдарламаның тиімділігі мен оның халықаралық стандарттарға сәйкестігі халықаралық мектептер кеңесінің аккредиттеуімен расталады. Зияткерлік мектептерге оқуға қабылдау конкурстық іріктеу арқылы жүзеге асырылады. Оқушыларды конкурстық іріктеу жүйесі 2013 жылы Нидерландыдағы Сита педагогикалық өлшеулер институты және ақш-тағы Джонс Хопкинс университетінің CTY дарынды жастар орталығы стратегиялық серіктестерімен әзірленген әдіснама негізінде қалыптасты. Оқушыларды конкурстық іріктеу жүйесі жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді тереңдетіп оқуға, қабілетті оқушыларды анықтауға және іріктеуге бағытталған. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, мұндай оқушылардың бойында функционалдық сауаттылықтың, математикалық және логикалық ойлаудың жоғары деңгейі байқалады. 2022 жылы конкурстық іріктеу жүйесі RCEC сараптама және сертификаттау зерттеу орталығының халықаралық аккредиттеуінен сәтті өтті. RCEC сапа белгісі тиімділіктің, сенімділіктің, әділеттіліктің және жүйенің халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігінің жоғары деңгейін көрсетеді. Конкурстық іріктеудің кешенді тестілеуі 2 күн бойы жазбаша тестілеу форматында өтеді. Тестілеудің бірінші күні жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді меңгеру қабілеттілігін анықтау бойынша тест өткізіледі. Бұл тест 3 бөлімнен тұрады. Математикадан 40 тапсырманы орындауға 60 минут беріледі. Тест бөлімі бойынша максималды балл 400 балл. Сандық сипаттамалардан 60 тапсырманы орындауға 30 минут беріледі. Тест бөлімі бойынша максималды балл 300 балл. Жаратылыстанудан 20 тапсырманы орындауға 30 минут беріледі. Тест бөлімі бойынша максималды балл 200 балл. Қабілеттілікті анықтау тестінің жалпы ұзақтығы 120 минут құрайды. Екінші күні тілдік тест өткізіледі. Тілдік тестілеуден 60 тапсырманы орындауға 120 минут беріледі. Тест бойынша максималды балл 600 балл. Қазақ тілінде оқуға өтініш берген үміткерлер бірінші тіл ретінде қазақ тілінен, екінші тіл ретінде орыс тілінен және ағылшын тілінен тест тапсырады. Орыс тілінде оқуға өтініш берген үміткерлер бірінші тіл ретінде орыс тілінен, екінші тіл ретінде қазақ тілінен және ағылшын тілінен тест тапсырады. Жалпы кешенді тестілеудің максималды баллы 1500 балл. Зияткерлік мектептердегі білім беру процесінің қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге асырылуы оқушылардан тілдік функционалдық сауаттылықтың жеткілікті деңгейін талап етеді. 3 тілді қатар меңгерудің басты артықшылығы негізгі оқыту тіліне қарамастан білім алушылардың жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді 3 тілде еркін меңгеруі. Нәтижелерді өңдеу Нидерландыда Сита педагогикалық өлшеу институтында жүзеге асырылады. Тестілеу нәтижелерін өңдеу үшін әр тапсырманың қиындық деңгейін анықтайтын және олардың тест бөлімі үшін қорытынды балдағы үлесін есептейтін автоматтандырылған статистикалық және психометриялық талдау жүргізіледі. Бағдарламалық жасақтама оқушылардың таңдаған жауап нұсқаларын дұрыс жауаптардың құпия кілттерімен байланыстырады. Тапсырма неғұрлым күрделі болса, оны орындағаны үшін берілетін балл соғұрлым жоғары болатындай балдарды теңестіреді. Аталған тәсіл нәтижелерді объективті және сенімді бағалауды қамтамасыз етеді. Сондықтан апелляция өткізілмейді. Үміткерлердің нәтижелері тест жинақтары мен жауап парақтары жеке қарастырылмайды. Кешенді тестілеу нәтижелері тестілеудің екінші күні аяқталғаннан кейін 40 күнтізбелік күннен соң Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының сайтында жарияланады. Үміткерлер нәтижелерді 2 тәсіл арқылы көре алады. Үміткердің аты жөні көрсетілетін жеке нәтиже. Ол үшін үміткердің ЖСН-і мен рұқсат қағазында көрсетілген тестіленушінің сәйкестендіру кодын енгізу қажет. Барлық үміткерлердің нәтижелері берілетін жалпы тізім. Онда тестіленушінің сәйкестендіру коды мен ЖСН-нің алғашқы және соңғы 2 саны көрсетіледі. Математика бөлімі бойынша мүмкін болатын ең жоғары балдың 35%, 140 балл және одан жоғары жинаған
сандық сипаттамалар бөлімі бойынша мүмкін болатын ең жоғары балдың 40%-ын 120 балл және одан жоғары жинаған үміткерлер өркен білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысады. Қазақстандық және голландиялық сарапшы-математиктер оқу бағдарламалары мен тест тапсырмаларын әзірлеушілерден құралған топ бағалау стандарттарын белгілеу жөніндегі халықаралық тәсілдерге сәйкес шекті деңгейлер межесін айқындады әрі олардың статистикалық тұрғыдан сенімділік пен валидтілікке сәйкес келетінін дәлелдеді. Үміткерлердің жалпы балл саны тең болған жағдайда келесі тест бөлімдері бойынша неғұрлым жоғары балл жинаған үміткерлерге басымдық беріледі. Математика, сандық сипаттамалар, жаратылыстану, оқыту тілі, бірінші тіл. Өркен гранты зияткерлік мектептерге бөлінген грант санына сәйкес шекті балл жинаған және кешенді тестілеу қорытындысы бойынша ең жоғары жалпы балл алған үміткерлерге тағайындалады. Үміткерлердің кешенді тестілеу нәтижелері жалпы балл бойынша ең жоғары жалпы балдан ең төмен жалпы балға дейін саралау тәртібімен ұсынылады. Үміткерлердің оқыту тілі есепке алынбайды. Тест тапсырмалары НАС программ білім беру бағдарламасын ескере отырып, негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6 сыныптарына арналған оқу бағдарламаларына сәйкес әзірленеді. Тапсырмалар оқушылардың білімін, дағдыларын және жоғары деңгейдегі ойлау қабілетін бағалауға бағытталған. Тест тапсырмаларының сапасы СИТА стратегиялық серіктестігінің пән сарапшыларының сыртқы сараптамасы арқылы расталады. Конкурстық іріктеудің кешенді тестілеуі қайта тапсыру мүмкіндігі берілмейтін жоғары деңгейдегі стандартталған емтиханға жатады. Осыған байланысты үміткерлердің алдын ала дайындалуына мүмкіндік беретін шаралар ұйымдастырылған. Дербес білім беру ұйымының сайтында тест тапсырмалары мен жауап парақтарының үлгілері, тестілеу жадынамасы, үміткерлердің ата-аналарына арналған ақпараттық буклет орналастырылған. Қазақстан Республикасы орта білім беру ұйымдарының 5 және 6 сынып оқушыларына қосымша білім беру мақсатында виртуалды және каникулярлық мектептер жүзеге асырылады. Конкурстық іріктеудің тест тапсырмаларының форматымен танысуға және конкурстық іріктеуге дайындық деңгейінің бағалауға мүмкіндік беретін байқау тестілеуі өткізіледі. Назарбаев зияткерлік мектебіне түсуге дайындалуға бағытталған онлайн курс жүзеге асырылады. Онлайн курс мазмұны оқу материалдарынан тұрады. Сондай-ақ математика, сандық сипаттамалар, жаратылыстану, тілдік пәндер бойынша тапсырмалардың мысалдары мен талдаулары беріледі. Барлық үміткерлер үшін іріктеу рәсімдерінің ашықтығын, құпиялылығын және тестілеудің тең шарттарын қамтамасыз етуге айрықша басымдық беріледі. Әрі ол бәрінен де маңызды болып табылады. Бұл ретте мүдделі қызметкерлер конкурстық іріктеуді ұйымдастыру және өткізу рәсімдерінен шеттетіледі. Барлық мүдделі тараптар үшін қолжетімді болатын тестілеудің онлайн трансляциясы жүргізіледі. Тестілеу кезіндегі тәртіп және тест орындау ережелеріне қатысты үміткерлерге арналған бірыңғай бейненұсқаулықтар пайдаланылады. Халықаралық сарапшылар оқушыларды конкурстық іріктеу рәсімдерін сырттай бақылайды. Тестілеу нәтижелері автоматтандырылған психометриялық талдау негізінде өңделеді. Зияткерлік мектептердің басты миссиясы отандық және халықаралық үздік тәжірибені үйлестіре отырып, ұлттық және жаһандық деңгейлерде зияткерлік әлеуетті арттыруға ұмтылу. Оны іске асыру үшін халықаралық талаптарға сәйкес келетін сапалы және сенімді бағалау рәсімдерін ұстану қажет. Бұл конкурстық іріктеу жүйесін жүзеге асырудың барлық кезеңінде оны үздіксіз жетілдірудің қозғаушы күші. Қазіргі жүйемен іріктелген зияткерлік мектептердің түлектері белсенді азаматтық ұстанымы бар патриоттар. Олар Қазақстан Республикасының және әлемнің жетекші жоғары оқу орындарына оқуға түсіп, елдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосып келеді.